Asım, Kantalapay oyunun kalay oynaydı. Balam, бұл ойынның шартын үйдегі атамыз асырайық, е? Бізге атамыз түсіндіріп берсін. Балаларым, жүріңдер, бәріміз атадан ойынның шартын біліп алайық. Сосын бәріміз бірге осында ойын ойнаймыз. Уағалейкум ассалам балаларым, келіңдер. Ата, бұлдағы балалар ойынның шартын білмейді екен. Сіз бізге түсіндіріп берсең. Иә, қош келдіңдер балаларым. Қай ойынның шартын білмей жатырсыңдар? Ата, бұлар Қанталапай ойынның шартын түсінбей жатыр екен. Сіз бізге түсіндіріп берсеңіз, балаларымызбен бір ойын ойнап алсақ деп едік. Ойнаймыз кән балаларым. Қанталапай деген ойын, ол асықпен ойналатын ойын. Көп асықты, қазір бәрін отырасыңдар, ортаға шашамыз. Ішінде бір асық қан болады. Кім сол қанды алған адам жеңімпаз болады. Сосын екінші шарты, кім асықты көп жинайды, сол олар да жеңімпаз болады. Түсіндіңдер ме? Түсінсеңдер, қазір ойнаймыз Қанталапай. Ал балаларым, енді Қанталапай ойнайық. Ал Қанталапай деген ойын былай ойналады. Мынау асықтың бәрін мына бір неге саламыз. Мынау асық ішіндегі осы қан болады. Кім асықты алса, сол ұтады. Екінші, кім асықты көп жинаса, о да ұтады. Ал мен қазір мені бейтпейтін жерге Қанталапай деп шашамын. Сол кезде бәрін асықты тез жинап аласыңдар, ма? Кім көп жинайды, сол ұтады. Ал, келіңдер. Қанталапай! Sana asыңды. Мұхаммед Али қанды да Мұхаммед Али алыпты. Бірінші, екінші орын Мұхаммед Алидікі. Ал балалар, көрдіңдер ме? Қанталапай ойыны осылай ойналады. Одан кейін өздерін үстіп ойнайсыңдар. Үйреніп алдыңдар ма?